2018 топтағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-сі сынып оқушысы Қуатышбек Айару Мейрамбекқызы. Жетекшім Абуова Жанар. Менің таңдаған тақырыбым мамандықтың болашағы адамдар нейрожелілер. Нейрондық желілер біздің өмірімізді өзгертуде, олар өнерде, білім беруде және күнделікті өмірде жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл презентацияда біз нейрондық желілердің қолданылуын және олардың болашақта әсерін қарастырамыз. Жұмысымның мақсаты нейрондық желілердің нақты мысалдарын пайдалана отырып, олардың функцияларын және адамға оның қызметінде және қоғамның белгілі бір салаларында қалай көмектесетінін көрсету. Міндеттері: интернет ресурстары мен әдебиеттерді пайдалана отырып, нейрондық желілер қаншалықты дамығанын көрсету, олардың қолданылуын көрсету және олардың адам үшін пайдасы мен маңызын табу. Нейрондық желілердің болашағын зерттеңіз, олар адамдарды алмастыра ала ма? Жасанды интеллект және нейрондық желілер. Анықтама: жасанды нейрондық желілер адам миын имитациялайтын компьютерлік жүйелер. Олар үлгіні тану, табиғи тілді өңдеу және болжау сияқты күрделі тапсырмаларды орындай алады. Жұмыс принципі: нейрондық желілер селекциядан үйренуге мүмкіндік беретін алгоритмдер жиынтығы негізінде жұмыс істейді. Олар көптеген қабаттардан тұрады, әрқайсысы ақпаратты өңдеу процесінде рөл атқарады. Өнердегі нейрондық желілер үшке бөлінеді: жаңа өнер туындылары, өнерді талдау және интерактивтілік. Жаңа өнер туындыларын жасау мәтінді жасай алады. Өнерді талдау шығармалардың көркемдік құндылығын бағалауға көмектеседі. Интерактивтілік: нейрондық желілер өнерді интерактивті және қолжетімді етеді, жекелендірілген тәжірибелер жасайды. Күнделікті өмірдегі нейрондық желілер ақылды үйлер, температураны жарықтандырады, реттейді және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Денсаулық және фитнес: киінетін құрылғылар денсаулық туралы деректерді жинайды және талдайды. Жеке көмекшілер: дауыстық көмекшілер күнделікті тапсырмаларды жеңілдетеді. Білім берудегі нейрондық желілер: дербес оқыту, әр оқушының және қажеттіліктеріне бейімделуіне оқу бағдарламалары. Білімге қажеттілік: ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін бейімделген ресурстар. Интерактивті оқыту: виртуалды зертханалар мен симуляциялар арқылы тартымды оқу тәжірибесі. Автоматтандырылған бағалау, объективті және әділ бағалау жүйелері. Кәсіби қызметтегі нейрондық желілер: жаңа мамандықтар, автоматтандыру, қашықтықтан жұмыс және үздіксіз оқыту. Сіз нейрожелілермен таныссыз ба? Мен осыған байланысты сауалдама жүргіздім. Нейрожелілермен 87% адам таныс екен, ал 12% адам нейрожелілермен таныс емес екен. Жауабыңыз иә болса, қандай нейрондық желілерді пайдаланып жүрсіз? Сіз кез келген нейрондық желілерді қолданып көрдіңіз бе? Қолданып көрген адамдар 56%-ны құрайды, ал қолданбаған адамдар 43%-ны құрайды. Нейрондық желіні әзірлеуші сияқты мамандық сізге таныс па? 68% адам нейрондық желіні әзірлеуші сияқты мамандықпен таныс екен, ал 31% адам таныс емес. Қорытындылай келе, мүмкіндіктер: нейрондық желілер өнер, білім беру және кәсіби салаларда жаңа мүмкіндіктер ашады. Қиындықтар: құпиялылық, деректер қауіпсіздігі және этикалық мәселелер шешімді қажет етеді. Болашақ: технологияларын жауапты пайдалану және дамыту үшін үздіксіз зерттеулер мен ынтымақтастықты қажет етеді.